выделениенің өте көп келуі қалыпты ма? Міне осы сұраққа толық жауап алу үшін осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Сәлем қыз-келіншектер, менің есімім Шаңды Ақжүніс Мейрамбай қызы. Мен акушер-гинеколог дәрігермін. Егер де осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, менің YouTube каналыма подписка жасаңыздар. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк басыңыздар, және де егер де сұрақтарыңыз болып жатырса, сіздерді комментарийде күтемін. Ал кеттік, біз бүгінгі тақырыпта жалпы қынаптық бөлінділер, яғни выделениялар қалыпты жағдайда қандай болуы тиіс, сол туралы айтатын боламыз. Негізінде көптеген қыз-келіншектер выделениенің қалыпты жағдайда қандай болатындығын білмегендіктен көптеген проблемаларға да ұшырап жатады, яғни өздеріне өздері проблема туындатып жатады. Негізі ұрпақ өрбіту жасындағы әйелдер, яғни медициналық тілмен айтатын болсақ, репродуктивный жас, яғни ай сайын етеккір келіп отыратын, келіп жатырған әйелдерде, келіп тұратын әйелдерде, яғни выделениенің келуі қалыпты. Және ол қалыпты жағдайда қандай болу керек? Бірінші, түссіз болу керек, иіссіз болу керек. Иіс болғанның өзінде де слегка кислый запах болу мүмкін, это тоже норма. Сонымен қатар түссіз болу керек, немесе ақшыл болу да мүмкін, күніне 1-4 миллилитрден примерно көп болмауы тиіс. Енді қазір мен сіздерге алдағы уақытта қай кезде өзгеру мүмкін, сол туралы айтатын болам. Яғни бірінші түссіз болу мүмкін, ақшыл болу мүмкін, сұйықтауда болу мүмкін, немесе қоюлауда болу мүмкін. 1-4 миллилитр болады күніне примерно. Және де иіссіз болу керек, яғни иісі болмау керек, немесе слегка кислый запах болу мүмкін. Енді осы бөлінділер қай кезде өзгереді? Өзгеретін өзі уақыттар болады. Бірінші, овуляция кезінде. Овуляция уақытында қынаптық бөлінділер желе сияқты немесе жұмыртқаның ағы сияқты жабысқақ болады. Именно овуляция уақытында бұл гормоналдық өзгерістерге байланысты, сондай болуы мүмкін, тоже қалыпты. Екінші, етеккір келер алдында коричневый выделениеден басталуы мүмкін. Это тоже норма. Сонымен қатар, егер сіз қандай да бір жүктіліктен сақтану мақсатында комбинированный оральный контрацептивы деп айтады, сондай қабылдайтын болсаңыз, сізде қынаптық бөлінділердің характері деп айтады, енді сол да өзгеруі мүмкін. Өзгереді. Енді сонымен қатар сізде қандай да бір стрессовый жағдайлар болатын болса, әйел стресске түсетін болса, әйелде гормондық өзгерістер пайда болады. Соның есебінен қынаптық бөлінділердің характері тоже өзгереді. Сонымен қатар әйел егер диета ұстайтын болса, салмақ қосып бірден немесе салмақ тастайтын болса, сол уақыттарда да характері өзгереді. Және де жыныстық жолдармен жұғатын әртүрлі инфекциялар әйелде болатын болса, сол кезде де қынаптық бөлінділер өзгереді. Яғни, енді қараңыздар, қынаптық бөлінділер қай кезде қалыпты емес, патологиялық жағдайға жатады. Ол біріншісі. Егер түсі өзгеретін болса, сарғыш жасыл, немесе жасыл түсті болатын болса, көпіршікті болатын болса, творог тәрізді болатын болса, сонымен қатар иісі жағымсыз болатын болса, сасыған жұмыртқаның иісі немесе сасыған балықтың иісі сияқты иістер шығатын болса, бұл қалыпты емес, бұл патологиялық жағдай. Бұл жағдайда сіз не істейсіз? Гинеколог дәрігеріне барасыз, жыныстық жолдармен жұғатын инфекцияларға мазок немесе мазокна флора немесе флороценоз тапсырасыз. Сол арқылы сізде қандай да бір инфекция бар ма, жоқ па, немесе неге өзгеріп жатыр, соны біле аламыз. Сонымен қатар тағы да жергілікті әртүрлі жағдайлардың әсерінен сізде не только жыныстық жолдармен жұғатын инфекциялар, бірақ әртүрлі сыртқы раздражающий деп айтайық, тітіркендіргіш нәрселердің әсерінен де сізде жаңағындай патологиялық выделение немесе зуд, яғни қышу, ашу болуы мүмкін. Ол неден? Бірінші, сізде егер ароматизированный прокладкалар, яғни ароматизированный төсеніштер қолданылатын болсаңыздар, ол сізде тітіркендіргіштік, қызару, ашу, қызару шақыру мүмкін. Екінші, ол сізде мөшеқап, яғни презерватив, латексный, содан да аллергия болуы мүмкін әйелде. Сонымен қатар күнделікті гигиеналық мақсатта қолданылатын сабыннан да әйелде раздражение болуы мүмкін, немесе жаңағы интимный гельдер болады ғой. Егер интимный гельдердің құрамында да тоже ароматизаторлар болатын болса, егер әйелдің сезімтал болатын болса, содан да раздражение беруі мүмкін. Сонымен қатар
спермициды, яғни жүктіліктен сақтану мақсатында қолданылатын спермициды, содан да әйелде аллергия болуы мүмкін. Сонымен қатар повидон йод, яғни құрамында повидон йод бар, жергілікті свечалар бар, различный әртүрлі қазіргі уақытта қолданылатын, солардан да әйелде аллергия болуы мүмкін. Немесе грибокқа қарсы қолданылатын жергілікті свечалардан да кейде әйелдерде наоборот керісінше қышу ашу болып жатады. Егер де сізде қалыпты емес выделение болып жататын болса, міндетті түрде гинекологқа барып, мазокный флору немесе флороценоз тапсырыңыз, немесе жыныстық жолдармен жұғатын инфекцияларға мазок тапсырып, себебін тауып, содан кейін жергілікті ем қабылдаңыздар, егер де көмекпен. Қыздар, енді біз бүгінгі тақырыпқа айтқан тақырыбымыз осы. Егер сіздер осы видеоны пайдалы десеңіздер, лайк басуды және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.